Мүлік туралы деректі 90 мыңға жуық алматылық әлі тапсырмаған, ал жалпыға бірде декларацияның аяқталуына небәрі 5-ақ күн қалды. Биыл меншігі туралы мәліметті бизнес өкілдері, жеке кәсіпкерлер, заңды тұлғалар мен олардың жұбайлар өткізіп жатыр. Олар осы жылы шетелдегі мүлкі туралы, кейін Қазақстанда тіркелген пәтерлер мен көліктеріне қатысты декларация тапсырады. Бұл санатқа 350 мың алматылық кіріпті, қазір оның 255 мыңы, яғни 75% өткізген. Қалған 87 мыңы енді 15 қыркүйекке дейін тапсырып үлгерулері керек. Уақытында реттей алмағандары ескерту алып, кейін 51 мың теңге көлемінде айыппұл арқалайды. Негізінде салық декларациясын тапсыруға көп уақытта кетпейді. Мемлекеттік кірістер комитетінің веб-порталында ЕГОВ және екінші деңгейлі банктердің мобильді қосымшасын пайдаланып, 1-2 минуттың ішінде тындыра аласыз. Қазір Алматының өзінде мүлік туралы мәліметті күніне 6-7 мың адам тапсырып жатыр екен. Егерде 15 қыркүйекке дейін салық төлеуші өз міндеттемесін орындамаса, әкімшілік хаттама толтырылады. Ең бірінші әкімшілік хаттамада ескерту жарияланады. Егерде бір жылдың ішінде салық төлеуші қандайда бір нысанды тапсыруға мүмкіндігі болмаса, онда 15 айлық есептік көрсеткішті төлеуге тура келеді.